Бүгінгі сабақта сіздерге сабақты бекітуге арналған платформамен таныстырғым келеді. Ол үшін біз Google-ға кіреміз және де іздеу жолағына spinthewheel.io деп жазамыз ағылшын тілінде. Осы кезде мына ең бірінші шыққан Spin the Wheel сайтына қарай өтеміз. Және де бізде осындай терезе пайда болады. Мұнда ағылшын түрінде болуы мүмкін. Жаңағы тілін перевести на русский деп тінтудің оң жағын басып, тілін орыс тіліне немесе қазақ тіліне өзіміздің қалауымыз бойынша ауыстырып алсақ болады. Енді бұнда біз ең бірінші оқушылардың аты жөнін жазып шығуымыз қажет. Оқушылардың аты жөнін жазу үшін жаңағы мына жерге бірден мәтінді бастап жазсақ болады, немесе алдын ала дайындап қойған оқушылардың атын осы жерге әкеп тіркесек болады. Мысалы, мен алдын ала Word-та жазып қойдым. Осыны копировать етіп көшіріп аламын да, жаңағы сайтқа барып, сол сайтқа Spin the Wheel-ға қоятын боламын. Сол кезде мына жерде спиннерді қарасаңыздар, оқушылардың аты жөндері пайда болды. Енді бізге тағы да бір екінші осындай дөңгелек қосу керек, себебі біз онда осы оқушыларға қойылатын сұрақтарды таңдайтын боламыз. Немесе бұны сабақ сұрау барысында да қолдансаңыздар болады. Яғни спиннер қай оқушыға кеп тоқтайды, сол оқушы сабақ айтады деген сияқты. Енді қазір мен сіздерге сабақты бекітуге арналған түрін көрсетейін. Мына жерде міне добавить колесо деген бар, яғни плюсик батырмасы. Осыған басу арқылы тағы да екінші бір дөңгелекті қолданып қойып аламыз, және де бұған да біз өзіміздің қажетті сұрақтарымызды қоюға болады. Мен сұрақтарды алдын ала Word құжатында дайындап қойдым. Осы сұрақтарды неше оқушы, соған әрбіреуіне бір сұрақтан келетіндей, осы сұрақтарды да көшіріп алып, мына жерге автоматты түрде бірден қоятын боламыз. Қарасаңыздар, мына жерде оқушылардың аты жөні пайда болды, ал екінші жағында жаңағы менің дайындап қойған сұрақтарым пайда болды. Енді қарасаңыздар, артқы фоны аппақ түсте болып тұр. Осы біраз бізге оқушыларға көрнекі түрде болу үшін дизайнын өзгертуімізге болады. Ол үшін жоғарғы жағында тұрған дизайн деген батырмаға басамыз, және де осы дизайн батырмасынан мына жерден изображение деген таңдаймыз. Выбрать изображение, яғни осында өзіне қажетті кез келген жаңағы суреттің түрлерін таңдап алсақ болады. Мысал ретінде мен қазір мына гүлдің суретін таңдап алайын. Хорошо деп басамыз, применить настройки деген батырмаға басамыз. Сол кезде қарасаңыздар, артқы дизайны өзгерді. Енді бізде мына жерде реклама, түсініксіз жағдайлар шығып тұрғандықтан, біз олардың барлығын үлкен экранға қоюымыз қажет. Ол үшін жоғарғы жақта тұрған міне 4 бұрышты батырма полный экран деген батырмаға басамыз. Сол кезде бізге жаңағы үлкен экранда ашылатын болады. Енді мына play батырмасына басамыз. Сол кезде біздің спиннеріміз айналады және де өзі тоқтайды. Сол кезде мысалы Айзере деген оқушыға ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі деген сұрақ түсті. Яғни Айзере орнынан тұрып осы сұраққа жауап береді. Одан кейін біз тағы да ары қарай келесі оқушыға айналдырып, келесі сұрақтардың жауабын қойсақ болады. Саянға түсті сұрақ. Осылай жаңағы сұрақтарды қойып, егер сұрақтар қайталанып кететін жағдайда қайтадан айналдырып, оқушылардан сабақты қорытындылауға, сұрақтарды қойып сабағымызды қорытындылауға өте жақсы платформа. Егер сіздерге осы сабақ ұнаса, маған тіркеліп лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі сабақта осындай қызықты әдіс тәсілдің тағы басқа түрлерін көрсететін боламын.